Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз табличка жасап үйренетін боламыз. Мен қазір қысқаша көрсетемін, қандай табличка жасалатынын, қалай жасалатынын, және мектептерде, бизнес орталықтарда көбінесе қандай табличка қолданатынын көрсететін боламын. Бұл жерде тек қана дизайн ғана болады. Ал егерде сіздерге керек болса, қалай лазерге дайындау керек екенін білгілеріңіз келсе, комментарийға жазып кетіңіздер. Және міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен үшін ол өте маңызды. Ал кеттік, бастайық. Бірінші, қарапайым алдыңғы сабақта үйретіп кеткендей, өлшем бірліктер міндетті түрде бізде қазір миллиметрде тұрады. Міне, размерін келтіреміз. 4 бұрышты аламыз. Размерін 300-ді 200-де болайық. Міне, енді түс береміз. Кез келген түс берсек, бірінші мен алтынды ала сайын, золото дегенді алып, енді осы жерге рамка создавать етейік. Бұл рамканы қалай создавать етеміз? Мен shift'ті басып тұрып бұрынғыдай ішіне қарай копировать ете салам. Заливкасын ішіне алып тастаймын. Міне, мына табличканы жасау үшін сіздерге көрсетіп кетейін. Кішкене кішірейтейін. Және 3 домалақты аламын, шеңберді. Центрден басып тұрып бұрышын центрден алам, көшірем, копировать етем, екеуін выделять етіп тұрып төмен көшірем, группировать ете салам. Және осыны басып тұрып, 4 бұрышын басамын, shift'ті басып тұрып, шеңберді белгілейін бе, shift'ті басып тұрып 4 бұрышын басам. Сол кезде екеуі бірге белгіленеді. Сол кезде екіншісіне высечь деген басам, көріп отқандарыңыздай, екеуі қиылысқан жерін кесіп тастадым. Және де екінші рет мен деген 4 бұрышын алып бүйте салма болады. Кішігірім рамка пайда болды бізде. Бұны группировать, бұл бірден жаңағы мынандай градиентный заливка беріп кетейік. Бұл алдыңғы сабақтардың барлығында көрсеткен болатын. Керек болса сіздер деген қазір мониторларыңыздың оң жағында шығып тұрады, мына жақта. Сіздерге сол керек болса, градиентті қалай жасау керек екенін міндетті түрде сол жерден көріп алуларыңызға болады. Мен қазір тоқталып отырмаймын, өйткені ол сабақтың бәрі өткен сабақтар. Енді қосылып жатқан, енді подписка жасап жатқан адамдар болса, соны кіріп көрсе болады. Так, мен заливкаларын келтірейін. Мынаны сызықтың бойына 2 рет басып жіберуге болады. Өз атымды жазып кетейін. Болмаса дәл осыны алдындағы атты жазып кетейін. Тұрсынбаев Ербол Ғазизұлы. Мен әрине бұл деген ойдан құралған ат. Бұндай мүмкін адамдарда бар шығар. Бар болса, көріп отқандарыңыз болса айтып кетіңіздер. Мен әдейі істеп отқан жоқпын. Бұл сәйкестік. Мына екеуін выделять етіп, мен разведение етіп аламын текстті. Бөліп тастаймын Ctrl-K арқылы. Бұны заглавды мен жазам, тексттің ішіне кіріп регистрді басамын, верхний регистрді. Міне. Және мен қарап тұрмын, оның кішкене мен жирный қылайын да курсив берейін. Мынаны да. Астыңғысын бұлай қойып қойдыға да болады. Және копировать етем, мектеп директоры деген. Төменгі шрифтті, кішірейтіп ол shift'ті басып тұр, төмен сүре саламыз. Міне. Енді қараймыз, мына бір контур, рамка бізде жіңішке сияқты, оны аламыз да, екеуін қайтадан shift арқылы белгілеп, F12-ді басамыз, тіпті болмаса, мына жерде басамыз. Бізде барлығы шығып тұр. Мына жерге. Міне. Көзге қарап отырыңыздар. Бұл табличканы аламыз да, выделять етіп, барлығын группировать етіп қоямыз. Бұл дайын бізде. Енді бұл файлды, бұл жаңа көбінесе гравировка, лазерная гравировка дейді. Ромарк деген материалда, осы алтын, серебро, жаңағы күміс, сол сияқты материалдар бар. Имитация. Сол материалдарға, пластиктарға гравировка арқылы гравировка жасайды сол пластиктерге.
есіктің болмаса кабинеттердің есіктің өзінде, есіктің жанында тұратын табличкалар ғой. Ал енді мына рамканы, мына табличканы жасайық. Так, бұның размерін мен примерно алайын. 300-де 100 қылып алайын. Түсті бұл жерден кез келген түсті алайық. Вот мен бардовыйды алсайын, басып тұрып. Рамкасын білдіру үшін интерактив контурды басамын. Болмаса бағана мен үйреткендей контурсы болады. Мынаны бүйтіп бассақ, мен 7 деп қойдым. Мен сіздер қалауларыңыз біледі, қандай жасасаңыздар да. Бұны мен әдеттегідей Ctrl-K арқылы бөліп тастаймын. Ішіндегі заливкасын алып тастаймын. Сыртын қызылдың орнына ақ заливка беріп жатырмын. Қалыңдық беріп жатырмын. 5 мм. Мынаны аламын да, былайға тартамын. Басып тұрып, мышканың сол жағын басып, оң жағын басып жіберсем, көшіріп береді. Соны ұмытпаңыздар. Мынаны аламын да, мен текстпен 14 деп жазайын. Көз мөлшермен. Мынаны қазір отцентровка деген нәрсені де айтып өткен болатын. Оның бәрін қайталап айта берейін. Уақыт тапшы. Сондықтан алдыңғы сабақтарды көріп алыңыздар. Мына мен Times New Roman келтірейін, жирный қылайын. Егер де сұрап қазір ондай керек деп жатсаңыздар да, мен айтып өтейін қысқаша. Міне мысалы, мына айдала тұрса, мынаның дәл ортасынан келтіру керек болатын болса, мен әлі осыны выделять етемін, белгілеймін. Содан кейін shift бастырып, керекті объектіме белгілеймін. Одан кейін екеуі осылай тұрған соң, мен аламын да E әрпін басам, және C әрпін басам ағылшынша. Сол кезде горизонтальный, вертикальный центровать етіп береді. Ал келесі, мына копировканы білесіздер. Математика кабинеті. Бұны алып, кішірейтейік шрифтті. Тағы да по центру жасайық. Дәл ортасына. Міне осылай болды. Так, бұл дайын. Жанына қойып қойық. Бұны да группировать етіп қоямыз. Сохранить етуді ұмытпайықмыз. Енді мына табличка жасаймыз. Қарап отырыңыздар. Бұл табличкада дәл солай. Яғни бұны біз мынаны басып тұрып, 4 бұрыштың сыртын келтіріп көшіріп алуымызға болады. Қарап отырсаңыздар, міне мына размер осы жерде белгіленіп тұр. Шеңберді аламыз. Мына мен былай производныйды ғой, еркін түрде келтіріп алам. Және екеуінің қосындысын мына жерде мен кесіп алып шығым керек. Ол үшін мен екеу белгіңізді үшінші инструмент шығады, пересечение дейді, қиылысы. Екеуінің қосылған жерін бізге бөліп береді. Мынаны керек емесін алып тастаймын. Міне аққы түске бойы, мынаны кез келген түске боясау болады. Міне мен мынандай алып жасайын. Осы көк түспен боя берейін. Мынаның контуры қара болып тұр, оны алып тастауға болады. Енді сан жазайық, 13 деп жазып қояйық. Мына бір қысқаша мына айтады ғой, мына вытянутый деп. Созылмалы болмаса жіңішке шрифт ретінде осы жерде қолдануға болады. Тарих кабинет деп жазып қояйық. Міне. Бұны да осы түске бояйық. Міне кеңіздер. E әрпін басамын shift арқылы. Жаңа үйреткенде мына айдала тұрса, мынаны shift пен выделять етем. E әрпін басам, және C әрпін басам, центровать етіп береді. Мынаған байланысты. Так, бұл болды бізде. Енді есіктің өздерінің номерок деген, яғни нөмірлік мындайлар болады, кішкендік табличкалар. Осыны қалай жасаймыз? Оны мына эллипсті аламыз, кез келген размерді белгілейміз формада, және мына жерге бізге размерін келтіреміз. Міндетті түрде. Ол міндетті емес, 50 болу, 55 болу, ол өздеріңіз көресіздер қалауларыңыз бойынша. Мен бірақ сіздерге қалай жасау керек екенін көрсетіп кетейін. Және мынандай бізге ілгіші керек қой. Бұл негізінде мына ілгіш, бұл деген гардеробный ілгішке болып тұр. Ал бізге дверной ілгіш болса, есіктің ілгішін. Оған мынандай тесік керек емес. Яғни 17 деп қойайын. Бағанаға жіңішке шрифт таңдайық. Shift басып тұрып татсаң, пропорционально ортасынан үлкейеді. Мынаған тағы да кайма бергі болады. Міне бағана айтып кеткендей. Ctrl-K арқылы бөліп тастаймын. Түсін алып тастаймын.
контурын ақ қылайын. 4 деген жасайын, өте үлкен болып тұрған сияқты. Міне, енді осылай болады. Болмаса times пен жасайық, times new room. Мінекей. Табличка жасалды. Мынада ромбик ретінде де. Бұл ромбик ретінде 4 аламыз. Және оны 45 градусқа бөлеміз. Мына жерге 45 деп жазамыз. Міне. Мына биіктігін мына жерден көз мөлшерін үлкейте саламыз. Эскиз ретінде керек болатын болса, мынаны керекті бізге эскиз болса, біз аламыз, оң жағын басып тұрып, мышканы жібере салсақ, скопировать заливку деген бар. Осыны ала саламыз. Бұның барлығын өткен болатынбыз сабақтың басында. Ал мына жерде белгіленді. Дәл осылай контур берейік. Мынау көп болып тұрған сияқты, міне бұлай берейік. Жетіп қалар осы 4. Мына заливкасын алып тастайық. Мына қара қылайық. Ал енді көрінді. Енді 4 деген санды жазып қояйық. Айтып өтейін, бұны қайталап естеріңізге салайын. Бұның барлығы қазіргі мынау жасап отқаным лазерный гравировка арналған файлдар. Мынау бұнда көк пластиктер болады. Болмаса табличка ретінде ПВХ-ға жабыстырып, винилда, аракалда басып шығаруға болады. Міне қысқаша сабақ осы. Ұнаса міндетті түрде лайк басып, және тіркелуді ұмытпаңыздар. Әне бағана айтқандай, егер сіздерге керек болса, және мына лазерға қалай файлы дайындау керек екенін туралы арнайы сабақ жүргізетін боламын. Мультикамға қалай дайындау керек екенін мен сабақты жазғанмын алдыңғы бір сабақтарында, қателеспесем. Енді лазерге дайындауды үйретемін. Бірақ сіздер міндетті түрде қолдап отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте маңызды. Ал ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Жақсы күндерде жолыққанша сау болыңыздар.